Бүгінгі қонағымыз Қартбаев Советқали Қамаубаевич, дипломат, мемлекет қайраткері, және де Нәзір Төреқұлов медалінің иегері. Қош келдіңіз студиямызға. Астана Эмбасси. Қалыңыз қалай? Біріншіден соны сұрайды. Мен ойымша, нағыз дипломат ол мәдениеттен, ата-анасы берген тәрбиеден басталады. Келісесіз бе сонымен? Сіздің ата-анаңыз қандай әсер етті сізге? Менің ата-анам дипломат болады деп ойламаған шығар, әкем ерте қайтыс болып кетті. Анамның тәрбиесінде өстім. Мектепті мен Балқаш қаласында бітірдім. Біздің ауылымыздың өзі мынау Балқаштың оңтүстігінде Қарой деген жер құмның арасындағы ауыл болатын. Мен нағашыларымның қолында тәрбиелеп, сояқта мектеп бітірдім. Мектеп бітіргеннен кейін ойымда шет тілдер институтына барам ба деп ойлап жүргем. Бірақ ананың сөзі үлкен ол кісі деген сияқты менің мұғалім болғанымды қалады. Өйткені ол кезде мұғалімдердің барлығы ақша алатын, жалақы алады. Бірақ мен пединститутқа емтихан тапсырып өте алмай қалдым. Келесі жылы Инязға келіп, барлығы емтиханнан 25 балдан 24 бал алдым-ау деймін. Алдыңғы қатарда түсіп кеттім. Институтты 63 жылы бітіргеннен кейін сол институттан мұғалім қалдырды. 2 жылдай мұғалім болдым. Дипломатия туралы ойда болды, бірақ қалай оған бару керек, қалай орналасу керек, ол туралы ойланған жоқ болатынын аяқ астынан бір үлкен жағдай болды. Сол кезде Герман Демократиялық Республикасының бұрынғы жастар одағының бірінші хатшысы орталық партия комитетіне ауысқан, сол келіп, осы Қазақстандағы жастардың жағдайымен танысам деп келген екен. Мен лекция оқып тұрған жерінен ректор шақырып алды да, сен тез Жәнібековке жет, Өзбекәлиға бірінші хатшы комсомолдың Қазақстанның. Соның барып Өзекеңе келдім, келіп едім, маған айтты, осындай Науман деген келеді, сен тілмаш боласың Науманға. Соны мен ол шақты күн жаңағы Науманның қасында жүрдім, тілмаш болып. Сол қызметім мұнаған болу керек, жоғарғы жаққа Өзбекәлі Жәнібеков пікірлерін айтқан болу керек. Оның үстіне Науман кеткеннен кейін мені шақырып алды да, Советқали, сен енді мұғалім болып жүрсің ғой, әлі мұғалім болып үлгересің. Осы бізде Қазақстан жастар одағы деген одақ болған, КМО деген. Ол енді ана орталық комитеттен бөлек, былайша қараған уақытта сырттан келген делегациялармен жұмыс істейді, туризм, мына спутник деген болды, сонымен жұмыс істейді. Алжанова деген келіншек басқарушы, сен партия жұмысына ауысады, Советқали, сен осында кел, жауапты хатшы бол деп. Жарайды деп келісім берген, 2-3 күннен кейін қайда шақырып, сонда біздің орталық партия комитетінің секретары Саттар Имашев деген ақсақал болған. Соғыстың приемында, қабылдауында жаңағы Науман болған. Мен аудармашымын. Сол жерде жаңағы сыртқы істер министрлігінің өкілдері отырған, басқа да азаматтар отырған. Сыртқы істер министрінің бас секретары Қаржаубаев деген ақсақал болған. Сол кісі байқап қалған болу керек. Министр Бөлтірікова, ол кісі министрлік кеңесінің төрағасының орынбасары бірге сыртқы істер министрі болады. Бөлтірікова Жәнібековке осындай баланы бізге беріңдер дейтін көрінді. Жәнібеков, ойбай, бізде осындай жағдай, біздің де жоспарымыз бар деген екен. Қалжыңдап айтыпты, сенде Қазақстанда жас балалар көп қой, қолынан келетін, ана баланы бізге бер дейтін көрінді. Сонымен мен МИДке 67 жылы ауысып кеттім. 67 жылы ауысып, бірінші хатшылыққа, кейіннен Балжан Бөлтірікованың помощник, көмекшісі болып 4-5 жылдай қызмет атқардым. Кейіннен педагогикалық жұмысқа кеттім. Еліміз егемендік алған уақытта бұрынғы сол сыртқы істер министрінің қызмет істеген жастарды, азаматтарды шақырып жатқан маған хабарлады. Келіп конкурсқа қатыстым, конкурспенен сыртқы істер министрлігіне ауыстым. 1 жылдан кейін Үндістанға консул қылып жіберді. Сол жақта
қызмет істеп жүргенде Қасым-Жомарт Кемелович Тоқаев министр болып тағайындалғаннан кейін мені елге шақырып алды да сыртқы істер министрлігінің жетекші кадр басқармасына бастық қылып тағайындады. Ол қызметті сол 97 жылға дейін істеді. 97 жылы өзгерістер бола бастады. Өзгеріс болған уақытта мына бұрынғы социалистік лагердегі елдердің ішінде тек қана Венгрияда ғана елшілік болды да, қалғандарында елшілік болған жоқ. Соны ойластырып, сол енді елшілік ашу дегеннің өзі, миссия ашу дегеннің өзі босқа ашыла қоятын дүние емес. Ол бірінші жағынан қаржылық өте үлкен қаржы керек болады. Екінші жағынан ол мемлекетпен біздің болашақта қандай қарым-қатынасымыз болады. Экономикалық жағынан болсын, мәдени жағынан болсын, басқа жағынан болсын. Алдыңғы қатарда экономикалық байланыс бірінші орынға қойылады. Сол ойластырып келіп, Чехияда миссия ашу керек деген тоқталып, маған сол миссияны басқарасы деп мен сол жаққа қызметке кеттім. Сол жақта қызмет істеп жүрген уақытта қайтадан шақырып мені Монғолияға жіберді. Монғолияда 5,5 жылдай сонда болдым да, сол жақтан демалысқа шықтым. Ол дипломатияның өзі бұлай, әркімнің дипломат болғысы келеді ғой. Ал бір жағынан қарағанда әдемі қызмет сияқты, ылғи шет мемлекетте өмір сүреді, анау-мынау жиындарда көзге түсіп көрініп жүреді деген сияқты. Әрине оның ерекшелігі бар. Айту керек, дипломатия деген өте оңай дүние емес енді ол. Ол бір жағынан деген сияқты қаржыны өте көп талап етеді дипломатия. Елшілік ашу үшін елшілікке ғимарат болу керек. Қызмет істеп жүрген қызметкерлер басқа елшіліктердің қызметкерлерінен төмен болмау керек. Қай жағынан болса да, жалақы жағынан болсын, тұрмыстық жағынан болсын, оның барлығы деген әрине қаржы. Сондықтан ең алғашқы кезде егемендік алғаннан кейін біздің елбасымыз, президент бұл мәселені өзі тікелей қадағалап, өзінің басқаруымен ақырын асықпай деген сияқты бірінші елшіліктерді ашты. Одан кейін жағдай жөнделгеннен кейін барып, біраз жөнделгеннен кейін кейінгі елшіліктер ашылды. Сәбитқали мырза, мен көптеген дипломаттардың естігенін, сапарға барғанда сен елді емес, елшіні таңда деп. Елді таңдама, елшіні таңда деген. Ол мәселе, ондай жағдайларды кездеседі. Мен кадровик ретінде айтатыным, мүмкін ондай жағдай бірен-саран болған шығар. Ол өмір болғаннан кейін болады ғой. Бірақ дипломаттарға елшіні таңдау деген ол керек жоқ дүние. Енді қалжыма, бірақ не қалжың несі бар ма? Мүмкін деген сияқты. Елшілерде адам болғаннан кейін әртүрлі мінез болады. Жұмыста әртүрлі ойлары болады, іске асыратын жоспарлары болады. Қарамағындағы қызметкерлер сол үлкен мәселелерді ойлаған мәселесін іске асыру үшін, оның барлығы мемлекет үшін керек дүние, жеке басы үшін емес, ұйымдастырып, кей кезде талаптары көбейіп кетуі мүмкін, қиындап кетуі мүмкін. Бірақ қалай болған жағдайда деген сияқты елшінің аты елші, ол Қазақстанның сол жердегі ресми өкілі. Елшіліктің жұмысы, басы жұмысы, президенттің сыртқы саясатын жүзеге асыру. Ол үшін барлық елшілік жұмыла кіріседі. Мүмкін кей кезде де мүмкін болған шығар, талапты орындай алмай, не болмаса өзінің деңгейі, мәдени деңгейі, я болмаса білім деңгейі кішкене шамалылау болып жетпей, елші кішкене ренжігенде уақыты болуы мүмкін. Ондай нәрселердің барлығы өмірде бола береді. Бірақ менің айтатыным, дипломат елшіні таңдамайды. Елші, мысалы елші байқап жүріп, орталық аппараттағы кейбір азаматтарда өзіндегі азаматта қызмет істеп жүрген қызметкерлердің уақыты өтеді, ротация дейді, соған қарай деген сияқты министрге ұсыныс жасауы мүмкін. Маған осындай
біздің мынандай дипломатымыз ротацияға түседі, орнына келу үшін білімі жағынан байқап жүрмін, мінезі жағынан болсын, адамгершілігі жағынан болсын, бізбенен бірге жұмыс істей алатын қабілеті бар, осындай дипломатқа қалай қарайсыз деп сұрауы мүмкін. Ондай жағдайда әрине министр менен кадр басқармасы ол мәселені қарайды, ар жақ бер жағын қарап келісуі де мүмкін, не болмаса деген сияқты. Жоқ, ол кадр бізге басқа жаққа керек, сізге мынадай кадр ұсынамыз. Сөйлесіңіз, ақылдасыңыз, әңгімелесіңіз деп ұсыныс жасауы да мүмкін. Қазақтан шыққан белгілі дипломат аз емес деп ойлаймын да. Қазақтан шыққан дипломаттар аз емес. Ең біріншісі әрине Назир Төреқұлов, басқалары да айтып бересіз бе? Фазылов, Ғизатов, Омаров. Бұл Қазақтан шыққан бұрын біз былай естиміз ғой, Союздың кезінде. Қазақтан шыққан дипломаттар аз емес. Оның барлығын біз сыртқы істер министрлігін қайтадан кеңейтіп құрған уақытта оның барлығы сезіндік. Бірақ ол мамандардың барлығы жан-жақты тарыдай шашылып жүрген дүние жүзінде. Біреу Африкада, біреу шығыста, біреу батыста деген сияқты. Жаңа мен айтып отқан мысалы Төреқұлов ағамыздан бастап, жаңағы Фазылов ағамыз бар деген сияқты, Құрманғожа деген кісі бар, жаңағы Аманғалиев деген үлкен дипломат ағамыз болған, жаңағы өзіңіз айтқан Ғизатов, Омаров, Тәжібаев, олардың барлығы, ол дипломаттардың, Болат Нұрғалиев, кейінгі кезде біраз қызмет істеді, Тунисте секілді Дәненов, Нұрлан мысалы, комсомолдың қатысысы болған, академияны бітіргеннен. Ол өте үлкен дипломаттардың қатарына жатқызуға болады. Елдің президентінің бізде ең алғашқы кеңейткен уақытта кадр өте тапшы болды. Сол тарыдай шашылып жүрген дипломаттарды президенттің инициативасыменен, бастауыменен шақыртып, осында алып келіп қызметке кіріскеннен кейін өте көп жұмыс жасады олар. Әрине Қазақстанда да болды, білімді азаматтар жететін, мысалы, университеттерде мұғалім болып жүрді, ғылыми зерттеу институттарында үлкен жас мамандар болды, шет тілін білетін деген сияқты, экономиканы, мәдениетті, әдебиетті, тағы да басқа салалардың барлығын жақсы игеріп жүрген мамандар болды. Оларды да біз шақырдық, оларды да алдық. Ең алғашқы кезде қиын болды, біртіндеп 3-4 жылдан кейін өзі ақырын қалпына түсе бастады. Ол кезде үйдің де керемет тапшылығы болды ғой. Біз мына Желтоқсан көшесіндегі ағаш үйде түске дейін біреуміз отырып, түстен кейін екіншіміз отырып, не болмаса талдың көлеңкесінде отырып жұмыс істеген уақыттар болды. Кейіннен екі үлкен үй берді, бұрынғы орталық комсомол комитетінің үйін, соң кейін қалалық партия комитетінің үйлерін берді, сол кеңейгеннен кейін кішкене есімізді жиып деген сияқты, жұмысқа деген ынта күшейіп, көбейіп деген сияқты мүмкіндік туды. Транспорт жағынан деген сияқты, алғашқыда бізде транспортта болған жоқ. Көптеген дүние болмады ғой, кейіннен қалпына келді ғой, жағдай келді. Ал енді жаңағы үлкен дипломаттар деп отырсыздар, ол 12 адам ең бірінші келген. 12 адам бүкіл сыртқы істер министрлігінің өмір сүруіне керекті, қажетті бүкіл құжаттардың барлығын сол 12 адамның басшылығымен дайындалған дүние. Заңдар деген сияқты, елшілік туралы заң, сыртқы істер министрлігі туралы заң деген сияқты, басқа да көптеген заңдардың барлығы жаңағы білімді сыртта қызмет істеп келген үлкен азаматтардың басшылығымен. Әрине біздің жастар да үлкен көмек көрсетті. Бір жағынан көмек көрсетті, екінші жағынан үйренді. Бұл мәселенің барлығы үлкен күрделі мәселе. Ол енді сол кезде ол мәселенің тарихта қалатын дүние олардың еңбектері. Сондай жағдай.
Мүмкін Ғизатов пен Омаров жеке айтып бересіз бе? Қаттап айтсаңыз. Ғизатов пен Омаров туралы жеке айтып бересіз бе? Ғизатов көп жыл бойы орталық сыртқы істер министрлігінде істеген. Өз жақында кітабы шыққан марқұмның. Ол сыртқы барлаудың қызметкері. Ол енді ол ашық дүние. Жасыратын ешнәрсе жоқ, әрбір елшілікте өзі сыртқы барлаудың азаматтары болады деген сияқты. Оған ешқандай кінә қойылмайды. Сол тұрған елінде заңына қарама-қарсы бір жағдайлар болмаса, ол тек қана біз емес, басқа елшіліктерде қолданатын. Ол кісі өте үлкен еңбек істеген сол барлау қызметінде. Басқа жаңағы ұзақ сапардан кейінгі уақытын өзі жазады. Азия-Африка институтында Москвада қызмет істеген. Мәселе мұнда, оны неге айтып отырмын. Мысалы, сыртқы істер министрлігінде қызмет істеп, ұзақ сапарға кеткеннен кейін, ол дипломаттың келіп қайтадан сол министерствода қызметке тұруы міндет емес. Ол уақытымен бізге де келіп жатыр қазір. Мәселе мынада, ротация болған кезде сыртта істеп келген азаматтарға өзіміздің орталық аппаратта орын болмауы мүмкін. Бір, не болмаса соның жаңағы біліміне сай қызмет орнында болмауы мүмкін. Сондықтан келесі командировкаға дейін, сапарға дейін, басқа мемлекеттік органдарда жұмыс істеуге орналастырады. Оны президент айтты да, қазір уже қолданып та жатыр. Сыртта біраз істеп келген елшілер қазір басқа мекемелерде мемлекеттік қызметте жүр деген, басқа да қоғам ұйымдарында істеп жүр. Ғизатов, ал Омар жағын айтатын болсақ, ол кісі моңғол тілінің маманы, мәдени саласында қызмет атқарған. Мен қателеспейтін шығарым, сол Моңғолияға 4 командировкада, ұзақ командировкада болған. Енді 4-ін бұлай санасаңыз, 3 жылдан санасаңыз 12 жыл, бұлай санасаңыз 16 жыл енді. Ол енді үлкен командировка. Кегенде, бірақ ол кісі бізге кегенде жаңа 12 адамның біреуі болып келді де, еңбек демалысына шығуға жасы жақын болды да, біраз дегеннен кейін жоғарғы советте қызмет істеді, қайтадан бізде кеңесші болып істеді. Үлкен-үлкен қызметтер істеген азаматтар ғой, олардың еңбегі бұрынғы мемлекетімізге де, біздің Қазақстанға да еңбектері сіңді ғой. Жастардың алдында жастарды тәрбиелеуге үлкен көмек, үйретуге үлкен көмек көрсетті. Бұлайша жалпы айтқан уақытта жаңағы үлкен дипломаттар отырған азаматтардың барлығының істеген істері жас мемлекетіміздің тарихында қалатын дүние. Иә, рас айтасыз. Жалпы дипломат болуға қандай не қажет? Тек қана тілді білеу, басқа тәрбие? Ол тілді білу деген дипломат үшін ол бірінші орында тұрған дүние ғой. Бірақ тілден басқа да көптеген дүниелер бар ғой. Шыдамдылық, сабырлылық, ой өрісінің кеңдігі, тарихты білу, жан-жақты салада білімі болуы керек, тарихты білу керек, мәдениетке жақсы, өзіміздің мәдениетімізді жақсы түсіну керек, азаматтық ұйымдардың мәселелерін жете білу керек, өндіріспен таныс болу керек. Оның барлығы ол үшін деген сияқты біраз еңбектенуге тура келеді. Тіл әрине керек дүние, бірақ адамның жалпы ой өрісі жоғары болу керек. Ол енді жастан қалыптасатын дүние. Кей кезде жас балалардың өзінде менен кадровик болғанда айтайын, келіп ең бірінші комиссияға кіріп, әңгімелескеніңде өзі белгілі болады. Қалай? Иә. Айтып бересің. Сөйлеген сөзінен, ойын тұжырымдап түсіндіруінен, не болмаса емтихан, әдейі емтихан бар? Аяқ астынан кейбір сұрақтарды қойған уақытта жаңылмай, саспай, жауап іздеу, дұрыс жауап іздеу, оның барлығын байқалып отыратын дүние.
Оны жасыратыны жоқ. Кейбір жас балаларымыз біздің кірген уақытта белгілі болады. Соның мәдениеті, сөйлеу мәдениеті, оның барлығында жаңағы әңгімеде белгілі болады. Біздің жас балалар көп қабылдадық қой. Білімді балалар бар ғой, бізде қыздар да бар, балалар да бар. Сол кезде 92-93 жылы қабылдаған институтты жаңадан ғана бітіріп келген жас балаларымыз қазір белгілі дипломаттар бәрі. Төтенше және өкілетті елші болып жүр. Менің ылғи айтатыным, мына Әл-Фараби атындағы университеттің арабтану факультетін бітірген жастардың қазір 7-8 елші болып отыр араб елдерінде. Тамаша. Олардың барлығын өзіміз қабылдаған балалар, шикі балалар болатын. Содан енді битті, олай қазақша айтқанда иленіп, жан-жақты білім алып, еңбекке үйреніп, миттің не екенін жете түсініп, мінекей сондай дәрежеге жетті. Ондай жағдайды мен өте қуанам сол ондай мәселелер қозғалғандықты. Өйткені қалайда болмасын деген сияқты қатынасымыз бар ғой олардың жаңағы. Әрине сондай азамат болуына. Тоқаев мырза сол министр ретінде таңдауда қатысты ма, қатысқан жоқ па? Өзі таңдады ма кандидаттарды? Қасым-Жомарт Кемелович вообще өте тиянақты азамат қой. Ол білімін былай қояйық. Білімі жағынан ешкімнің күмәні жоқ азамат қой. Бірақ ол кісімен ақылдаспай, ең алдымен дайындағаннан кейін ол кісімен ақылдаспай, бірде-бір кадр мәселесі мен мысалы өзім шешіп көрген жоқпын. Оған шешуге ыңғайсыз да. Өйткені министр білуі керек. Қай подразделениеде, қай басқармалыққа біз жастардың кімді қабылдап жатырмыз, қаншалықты білімі бар. Кей кезде керек деген жағдайында кіргізіп, әңгімеге кіргізіп, қабылдап, өзі қабылдап, әңгімелесіп. Әр кандидатпен жеке сөйлесті ма? Жеке сөйлесі. Оны енді бәрімен емес. Кейбір жағдайда жаңағы ұзақ сапарға баратын дипломаттар. Мына кандидатура маған кірсін. Пожалуйста. Сөйлесет, әңгімелесет. Бірақ біз дайындаған кандидатураларын мынау болмайды. Қойыңдар деген мәселе мен өз басым кездестірген емеспін. Содан кейін бізде жаңағы комиссияда өте тиянақты жұмыс істеді ғой. Қазақша айтқанда біз ешкімнің обалына да қалған жоқпыз. Ешкімді артық санаған да жоқпыз. Комиссияны мысалы жаңағы Ғизатов, Омаров, Нұрғалиев, Исағалиев, барлығы неше түрлі жолдан өмір жолынан өткен азаматтар ғой. Олардың қолынан шыққан, олар қолдаған жас балалар енді болашақта дұрыс адам болуы керек қой. Бірақ қиындыққа шыдамай кейіннен. Ондай да бар ма? Миттің қиындығына, жұмысына шыдамай кетіп қалған балалар да болды. Ол жасырын емес. Кей кезде өздері деген сияқты менің қолымнан келмейді. Мен онадан шаршадым деген. Ең алғашында қарқынменен деген сияқты білімі бар келіп қабылданып қалды, кейіннен деген сияқты. Бірен саран бізден кетіп қалған, басқа жаққа ауысып кеткен балалар болды ондай жағдай. Оны жасыратын не емес. 30 жылдың арасында қандай өзгеріс болды министерствода? Қай арасында? 30 жылдың арасында осы ішкі істер министрлігінің сол кезден қазіргі уақыттың арасында? Әсіресе сол кандидаттарды таңдау процесіндерін. Енді қалай деуге болады? Ол кезде 90 жылдың басында жаңадан үлкейіп жатқан уақыттағы жағдайменен қазіргі жағдайды біріншіден салыстыруға болмайды. Қазіргі сыртқы істер министрінің қай жағынан болса да басқа елдің министрліктерімен терезесі тең мекеме. Қазір орталық аппараттағы азаматтардың да саны толығымен толықтады. Сыртта жүрген азаматтардың. Қазір бітті барлық жағдай жасалған. Кезінде біз жасай алмаған дүниелер қазір. Мысалы, кейбір дипломаттарды қолдау жағын айтып отырмын. Қазір біз өзіміз қуанып отырамыз.
мысалы бұрын әйелі жұмысқа орналаса алмайды, мысалы семьясымен барған. Енді балалары тегіс, барлығы тегіс өкіметтің тарапынан оқуына, жаңағы балабақша болсын деген сияқты, үй болсын, барлығы төленеді ғой, ол мәселе емес. Қазір жұмыс істемеген семья мүшесіне деген сияқты қосымша жалақылар беріледі, жаңағы өзінің алып жүрген жалақысына қосымша. Ол деген үлкен отбасы үшін үлкен көмек қой. Қазіргі қызмет істеп жүрген мен біраз болды барған жоқпын. Жаңа ғимарат ашылған уақытта коллегияға жиналыстарға келіп тұрдық қой. Енді өте жағдай бар жері ғой. Мен жүрген азаматтардың ондай жағдай болғаннан кейін азаматтарда белсенді жұмыс істейді ғой. Біздің сыртқы істер министрлігінен енді 30 жылдай уақытта отырмыз, болашақ үлкен мекеме ғой. Ол сыртқы істер министрлігіне қанша жақсылық, мемлекет тарапынан қанша жақсылық жасалса, сонша жақсылық мемлекет үшін қайтып келетін мекеме ғой. Болашақта жаңа біз қиналған дүниелер, болашақта талай елші шығады, талай атақты дипломат шығады, оған сенім үлкен. Өйткені жастардың талпынысы, жастардың өмірге көзқарасы, білімге деген икемділігі, ой өрісінің жан-жақтылығы, мұның барлығы керек дүние. Болашақта біздің сыртқы істер министрлігіне болашағы үлкен деп ойлаймын мен өзім. Сіз Монголияда, тағы Чехияда жұмыс істедіңіз ғой, иә? Чехия басқа жаңағы социалистік мемлекеттің лагеріндегі елдерге қараған уақытта Чехияның біраз артықшылығы бар. Бірінші жағынан өзінің тұрған жері, медицина саласы, туризм, басқа өндіріс. Соның барлығын есептей келе, болашақта қандай қатынас болатын болжамдай келе, миссия ашылды. Мысалы, тек қана туризмнің өзіне, мысалы, Чехия мемлекеті туризмнен өте үлкен бюджетке ақша түседі. Тек қана Праганың өзіне жылына 10 миллион турист келіп кетеді. Тек қана Праганың өзіне. Қалған қанша жерлері бар. Чехия жылына 80 миллионнан астам турист қабылдайды. Оның үстіне жаңағы денсаулық шипажайлар, курорт, санаториялар. Сонау Карло бар, Лазин деген, енді көп қой олардың. Сонан кейін үлкен ауруларды емдейтін, жүрек, қан қысымын емдейтін үлкен. Осының барлығын есептей келіп деген, соны кейін өндірісі де басқаларына қараған уақытта біршама жоғары. Соны есептей келе, Чехияда миссия ашылды. Сол миссияға мен ең бірінші басшы қылып сонда жіберді. Одан кейін сіз сұрақ қоятын шығарсыз, өйткені Монголияда сондай болды. Иә, сол Монголияда. Өйткені Монголия менен өзі біздің туысқан мемлекеттердің біреуі ғой, енді Қытай менен Ресейдің арасында тұрған буфер ғой. Монголияны қарасаңыз, Монголия өте бай, қазынаға өте бай ел. Қазба байлық дегеніңіз Монголияда жеткілікті, бірақ оны пайдалану өте қиын. Мысалы, ойын деген түсті металл қоры бар, шығаратын қоры бар. Бірақ оны іске асыру үшін инвесторлердің өзі есептейді ғой, ақтай ма, жоқ ақтамай ма. Ол үшін де Монголның жерінде бір ауылдан екінші ауылға бару үшін ең аз деген уақытта 300-400 шақырым жүресің. Ал жаңағы қазба байлық бар жерге ол 1200-1300 шақырым жер, оған жол салу керек, о жерде құрылыс жасау керек, өндіру керек, оның барлығына қаражат керек. Ол қаражатты инвестиция құйым деген мемлекет көтере ала ма, көтере алмай ма, кейіннен қандай пайда болады. Сондықтан Монголияда өте ол мәселе байлық деген бар, бірақ оны іске асыру, жүзеге асыру қолдану әлі жеткіліксіз. Ол жерде жаңағы бұрын СССР-дің кезінде салынған Эрденет комбинаты бар. Ол да жұмыс істеп жатыр.
Ол бір. Екінші, моңғолдармен біздің енді тарихи жақындығымыз, ол екінші жағы. Үшіншісі, Моңғолияда Қытайдан кейінгі ең үлкен қазақтың диаспорасы тұрады. Кезінде ол қазақтардың барлығы әртүрлі тарихта әртүрлі айтады. Кезінде Алтайдан бері жылжыған қазақтар, олар келіп Қобда аймағына орналасқан. Шайбалсан өзінің жарлығыменен кейіннен қазақтың жаңағы баян өлгенін тұтасымен қазақтарға берген. Қазір Моңғолияда 100 мыңнан астам қазақ диаспорасы бар. Олардың ішінде ғылымда, мәдениетте, әдебиетте, тарихта үлкен үлес қосып, үлкен еңбекте жазған азаматтар бар. Қазақтардың арасынан кезінде министрлер де болған, министрдің орынбасарлары, парламенттің бастығы, дейін көтерілген қазақ азаматтары болды. Енді қазір мына көші-қон мәселесіне байланысты біразы қайтып келді ғой. Бірақ әлі де болса, сол 100 мыңдай қазақ бар. Әлі қалды. Моңғолияның астанасы Улан-Батордың өзінде 5 мыңдай қазақ тұрады. Ар жағында Шарынгөл деген жер бар, рудник. О жерде 3 мыңдай қазақ тұрады. Улан-Батордан 40 шақырым жерде тағы бір кен орны бар. О жердің 80% тұрғынның 80% Налайқа деген 80% қазақтар. Кезінде деген сияқты шахтада жұмыс істеуге келіп, сол жерде орнып қалған қазақтар. Ираннан қазақтарды кезінде Ауғанның қазақтарын көшірдім. Иранда көп пе қазақ? Ирандағы қазақтар бар, бірақ ояқтан көшірген қазақтардың барлығы Ауғаннан босқын болып келген, Горган деген жерінде тұрды. Одан кейін Түркиядан қазақтарды көшірдік. Олар да Ауғанның қазақтары. Оның көмегімен 93 жылы көшірдік. Олар баяғы Хасен Уралтайдың әкесі Қалибек деген кісі болған. Осман Қожаның досы. Кезінде 30 мыңдай қазақты алып, Такламахан арқылы Пакистанның Серингер деген қаласына келген. Сол жақтан ана Такламахан шөлмен өткен оқты 30 мыңдай қазақтан 3 мыңдай қазақ қалған. Кейіннен оның көмегіменен ол қазақтар Түркияға ауысып, сол жерде азаматтықтарын алып, сол жерде тоқтап қалған. Мына Европадағы қазақтарымыздың барлығы Түркияның қазақтары. 56 жылы, жаңылмасам, Германия мен Түркияның арасында еңбек туралы құжатқа қол қойылған. Сол құжат бойынша түріктер келіп, Германияда жұмыс істеуге құқық алған. Олармен бірге қазақтар да түрік болып. Қазіргі Германиядағы, Европадағы қазақтардың деншілігі 100% десек, қателеспейтін шығармыз, бәрін тегіс Түркиядан келген Алтайдың қазақтары. Енді бір мәселеге көшіп-қонда ең алғашқы кезде біз егемендік алған кезімізде негізгі ұлтымыздың санын төмендеу болдық та, сырттағы ағайын туысқа келсеңдер есік ашық дедік. Келді дегенде қабылдадық. Қазір енді Құдайға шүкір, негізі біздің қазақтың саны қазір Қазақстанда 67-68% болды ғой қазір. Енді оны мүмкін мен қателесетін жарым, менің өзім бойынша мен кей кезде бір кездерде ұсыныста жасаған болды көші-қон мәселесі туралы. Осы барлығын көшіре беріп қажет пе қазір? Менің ұсынысым былай болатын. Біз балаларын ақысыз пұлсыз оқытайық. Шеттегі қандастарымыздың. Мамандық берейік. Аламын дегеніне азаматтық берейік. Жұмыс орналастыруға білім алғаннан кейін көмектесейік. Содан кейін ол әкесін, шешесін, ағайын туысын көшіріп ала ма, алмай ма? Ол соның өзінің міндеті. Бұлай жалпылама деген сияқты, әйтеуір қазақ керек бізге деп, өзімізде де проблема жетіп атқан уақытта мүмкін тоқтатып жағдайға көшсек, ауыссақ деген ұсыныс мен жасаған. Ол Совет безопасностьта қаралған. Енді ол тағы да басқа енді қызмет істеп жүрген, жасап жатқан институттар бар ғой, мекемелер бар деген сияқты. Оларда да отырған азаматтардың есебі бар шығар деген сияқты. Қаншалықты бұл тиімді, тиімсіз деген жағын. Бірақ менің өзімнің жеке ойым,
балаларына көңіл аудару керек, ең бірінші балаларын оқытуымыз керек. Ол қандастарға келетін болсақ, Европадағы қандастар бізге көшіп келмейді. Әрине. Олар бізге көшіп келіп жатқанның барлығы проблемалық елдерден келіп жатқан қандастар. Олардың біріншіден деген сияқты бізбенен қарағанда менталиттері бөлек. Әдет ғұрыптары да бөлек. Өмір сүру жолдары да бөлек. Қазақ деген аты болмаса деген сияқты шет мемлекетте жүрген қазақтардың ішіндегі, мен енді көбісімен араластым ғой, ең таза қазақшаны әдеби тілде, жалпақ тілде сөйлейтін тек қана Моңғолдағы қазақтар. Қалған қазақтардың барлығы, мысалы Ирандағылар фарсының акцентіменен, Қытайдағылар Қытайдың акцентіменен, Түркиядағы қазақтар түріктің акцентіменен сөйлейді. Мәселе тіпті онда емес. Олар бізге келгеннен кейін қандастарымыз біздің ортамызға кіріп кете алатын мүмкіндігі бар ма, жоқ па? Вот сол мәселені қарау керек. Дұрыс айтасыз. Ол өмір бойы сыртта жүріп, енді келіп Қазақстанға келіп, мен қазақ болып кетемін, барлығын қабылдаймын деген, ол оңай дүние емес. Менің жаңағы балаларды қозғап отқаным сол. Балаларды оқытып, үйретіп, өзіміздің қазағымызға қоссақ, білім берсек, мамандық берсек, үймен көмектессек, қызметпен, жұмыспен көмектессек, одан кейін өзінің әке-шешесін шақырып, алмай ма, оның өзінің проблемасы. Бірақ біз жастарға барлық жағдайды жасауымыз керек. Болашақта Қазақстанның дұрыс азаматы болып кетуге. Жан-жақты білім алып, өмірді үйреніп. Мен өзімнің жеке ойым бұл айтып отқан. Мен көші-қонға қарсы адам емеспін. Қандастардың келгеніне қарсы адам емеспін. Араласқаннан кейін өзімнің ойымды айтып отырмын. Рахмет ойыңызға. Әрине, келісеміз сізбен. Сіз жас дипломаттарға, жас дипломаттарға айтатын не айтамыз? Жас дипломаттар елімізге болашақта өздерінің іскерлігімен, біліміменен, адамгершілігіменен тек қана пайда әкелетін болсын. Біздің еліміздің имиджін көтеруге үлкен қызмет істесін. Ол үшін еңбек ету керек жас балалар. Қазіргі мектепте жүрген жас балалардың өздері. Соларды қазір үйрету керек. Әлі де үйрету керек. 30 жылдың ішінде ол 30 жыл деген бір мемлекет үшін ол көп емес. Түк емес ол. Ол 100 жылдап уақыт талап ететін дүние мұның барлығы. Бірақ өз байқап қарап отыратын болсақ, жағдайымыз дұрысталып келе жатыр. Жақсы. Еліміздің әлемдегі беделі, еліміздің әлемдегі алып отқан орны, үлкен дүниежүзілік проблемаларды Қазақстанда елеуі, басқалардың, мұның барлығы босқа келген дүние емес. Қаншама деген, мысалы, Сирияда байланысты өткен Астана декларациясы, мысалы. Ол басқа мемлекетте неге өтпейді? Қазақстанның беделі бар, Қазақстанда өткізуге болады, Қазақстанның мүмкіншілігі бар, Қазақстанның солардың арасында қызмет істей алады. Бұл мәселені шешуге көмек жасай алады, жағдай келеді деген мәселемен болып отқан дүние. Ондай үлкен мәселелерде мен ортасында болайын, мен жүргізейін дейтін ел көп. Қазақстанда потенциалы бар ғой деймін. Потенциал ол бір жағынан, екінші жағынан деген сияқты жаңағы мемлекеттің өзінің беделі қандай, оны жүргізу үшін. Кадрлары. Кадрлары болса деген сияқты. Ол мемлекеттің басшысы қандай. Енді басқаларға неге өткізді деп айту ыңғайсыздау болады. Бірақ мен өзім, мысалы, ондай саммиттердің өткеніне қуанып отырмын. Кейбір жағдайда айтады, ой, шығынға батыр, ақшаны шығынға батыр. Мәселе ақшаны шығынға, ақша шығатын шығар. Саммиттерге қатысатын елдердің өздері ақша төлейді. Әрине. Оны жасыратын еш нәрсесі жоқ. Босқа шашылып жатқан дүние жоқ ол. Босқа ешкім қазір шашпайды. Саидқали мырза, сіз дипломат ретінде ең мақтанышты, ең өкінішті істеріңізді айтып бересіз бе? Енді мен ол дипломат болдым деп мақтанбаймын. Ол ыңғайсыздау болады.
ең үлкен ісіңіз деп. Бірақ дипломатиялық қызметте болып, аз да болса еліме керекті, қажетті, кішкентай да болса көмегім болған шығар. Көп дүниенің ішінен шетінен болса да ептеп қол ұшын берген шығармын. Мен соны сол үшін мен мақтанамын. Дипломат деген әлде көп болады дипломаттар. Мәселенің барлығы мен ғылым доктормын деп мақтануға болатын дүние. Әрине. Мен академик болдым деп мақтануға болатын дүние. Мен қарапайым қызметкермін, үй салып жүрмін. Сендердің деп мақтанатыны болады. Ол да дұрыс дүние. Дипломат басқалар сияқты адам. Дипломаттық қызметті оны өзің мойындағаннан кейін әлің жеткенше, ақылың жеткенше, білімің жеткенше қызмет етесің. Сол қызметтің бір елге, халыққа пайдасы тиетін болса, менікі мақтаныш деген сол болады. Өкінетін нәрсе бар ма, жоқ па? Өкінетін нәрсе өмірде өкініш болуы мүмкін, бірақ қызметте өкінішті ол енді қызметте өкіндім деп мен айта алмаймын. Тамаша. Мүмкін бір жағдай ойлаған жағдайларды істей алмай, не жағдай келмей, не басқа жағдайға байланысты істей алмаған, жүзеге асыра алмаған уақыт ол әр азаматтың ойы. Бірақ оған енді өкінетін жағдай емес сияқты. Адам өмірінде өкінбей өту, армансыз өту дегеннің өзі болмайтын дүние ғой. Әрине, рас айтасыз. Әр адамның өкініші болады, әр адамның арманы болады. Арманына жете алмай қалғандар да болады. Ол мүмкін өкінетін шығар, бірақ оғанда бір жағдайларға байланысты жете алмай қалды ғой. Өзіңізді бақытты адам деп айта аласыз ба? Мен бақытты адаммын, өмірім тағдырым жоқ. Мен өзімді қатардағы қазақтың бір азаматы деп санаймын. Сон мен үшін жеткілікті. Қазақтың жалпақ тілімен сөйлеп, қазақтың әдет ғұрпын, ұлтымның әдет ғұрпын біліп, елім үшін, халқым үшін мақтансам, сол жететін. Сәбитқали мырза, көп рахмет сұхбатқа. Сізге көп бақыт тілеймін, әрине, денсаулығыңыз мықты болсын. Рахмет. Рахмет. 80-ге келгенде денсаулық болуы керек. Сізге де рахмет.